Gençliğin kızlar geliyor. Gençliğin biletin kızlar geliyor. Ancak oturuyor. Gençliğin kızım. Kışkalarımız. Oldu. Olmaz, kaytadan çıkışacak. Nasıl olmaysa olmaydı. Bu da şimdi. Gittik. Ayılar, otur. Dilnaz, kaydasın. Dilnaz, şivirindir, kecet çok olur. Aytık oğlanlar. Haydaga ayasata. Bugünkü toy alifbe toyu. Okumlanı. Nereye koyabilirsin? Onda alifbenin yaptığında onda nesi var? Annen geliyor, onda bundan geliyor, onda sonda kanca buladı. İyi, solda söz hoppa. Onda ağotoban şam buladı. Oy, takıştırmay. Onda mınanaydı. Üstünü yıkamadın. Al oğan, anam yurtana geldi. Sonda kanca buladı. Onda Jimmer buladı. Oy, dımbırnesi var. Sağın söz yok. Söz sakaka kolka yok. Onda alifbe garnağı niye böyle sona yapacağım? Elfe garnağı var. Bu Hülye'nin var. Kaç ayın elfede tükettiğim ve bir minutlar boş vereyim mi? Yeter Hülye'nin kudretim ciskim vardır yedim. Elfeni yatta kaldırmayı sırf bir ektimilmişsin Hülye'nin. Her bir Arap yollanıp iskin orun çaşardı. Her bir Arap ki bir şırak şublasın çaşardı. Kisede sergi balamız zaradı mını karanı. Golüm bilim zonda yendi kayıp salamız. Şimdi açma. Kolay düşüreyim şimdi.
Чуть-чуть повыше. Sonunda da kartı atırız. Kilisi. Akılsım asıl ustazım. Sonunda aşkın nuşkadın. Kasmak kep kançaçın. Kapkor bop kalamıştadın. Tanıştырған қырық екі әріппен қош бол менің қасиетті әліппем. Сені арқан оқи жаза білгенім, сауатты адам санатына кіргенім. Әліппемен қош айтысып қаламыз. Енді қолға ана тілді аламыз. Ата-ана қуанышқа ортақ болып, бірге оқып сауатты болып шығамыз. Әліппем менің дірем. Сенен мен әлі көп нәрселер үйренем. Әлемнің барлық адамзатына бір тілек. Әліппе ұстап білдірші шықсын үйіңнен. Ona bilgir tazna, оқушы дастарханнан, мархабатты ойсыздан, малымсы кеп қошыдан, жазушыдан ақыннан, қарыс келген батырдан, өнері асқан актерден, қарыс қалған шахтерден, мұмыр алған кешеден, ой тербеткен кешеден, оқылған аскарыден, оқушының бәрінен ұстаздарға бір алғыс!
біздің балапандарымыз әліппемен қоштасар. Бірақ әлі де алдымызда бір апта уақыт бар. Қоштасақ дегенге әліппені жинап тастамайсыздар. Жаңа жылға дейін әліппе, жаңа жылдан кейін, демалыстан кейін барып ана тілі кітабын бастаймыз. Ертең демалыс балапандарыңызға бірінші күні сағат 12:00-де жаңа жылдық шырша басталады. Соған сабаққа таңертең келмейді балалар. Егер тамақ ішіп керек болатын болса 10:30-да келіп астанадан тамақ ішіп арада кішкене отыра тұрамыз. Болмаса 11:30-дан кеш қалмаңыздар, 11:30-дан осы кабинетте жиналасыздар. Үстіне маска, жаңа жылдық шырша айналасында киімдерге болады. Ата-аналар қатысуға рұқсат. Сондықтан балапандарға артист шақырып отырмыз. Солар қандай